Ал күн қайырлы болсын, роднойлар. Бүгін біз ревью ұжымына барамыз. Өзімнің баяғы әріптестерін сағындым. Бір қуантып қойып, тәтті, ең дәмді бургерлерді апарайын деген ғой. Родной бургер. Толтырып алдық. Ой, қазір қыздар, жігіттер бір риза болып қалайын деп тұр. Қош көрдік. Қазір гостіміз. Өмірімнің өлшеусіз бір бөлшегі. Өзім барып дәмдетсем деп өзің әкеп беріп жатсың. Барып да дәмдетеміз қалай қаласың. Родной бургер, шын жүректі. Жан-Серик, спасибо большое, что ты проявил уважение к нам начинаний. Хочу пожелать большого коммерческого успеха. Давай, тогда, раз девушки нет, сначала Гелен, потом Келлен. Я согласен, да. Я тебя поздравляю с открытием. Мы с Айтолхан это обсуждали. Ты не просто человек, ты не просто парень, который добивается больших успехов. Мы всегда говорим о том, насколько у тебя сильная энергетика. Она космическая. Ты невероятный человек. И с тобой рядом очень классно находиться. С тобой рядом, знаешь, такое ощущение, как будто, весь мир у твоих ног. Ты все можешь. И ты этим заряжаешь нас всех. Успехов тебе, пусть вот эта карта твоя, которая отмечена, пусть она, все эти города ты закроешь, чтобы везде был родной бургер. И не только в Казахстане, пусть это будет по всему СНГ, выходи на страны другие. Но самое главное при этом, пожалуйста, никогда не меняйся. Ты вот такой, какой ты есть. Тебя Аллах одарил на все 100%. Касса всегда миллиондап тола Ой, аумин. Қаншама адам күніге жиналады, стористі көріп отырамыз. Ол барлығы сізді сыйлайды, сіздің бастамаңызға өзімнің үлесімді қосайын деген адамдар ниеті. Өзіңіз сияқтарда ниетті өзіңіз рандойларыңыз. Басқа қалада прям стол күтіп алады, оның бәрі үлкен кісілер ғана емес, балалар барлығы, любой жастағылар сізге деген сый құрметті. Человек праздниксіз ғой. Алдында да мен қыздарға айтып жатырмын, открытие бір не только открытие, бір әйтеуір қатысып келеміз. Сол күні бір целый деньге настроение сыйладыңыз. Сіз сияқты адамды өзім мен әкемді көремін, соны сіз себебі бұл дүниеде көңілді бірінші орынға қоятын, себебі бұл өмірден кейін өмір бар деген сияқты сондай нәрселерді қоятын адамсыз. Сондықтан мен сізді қатты сыйлаймын. Іске сәт, мен сенімдім бұл бастамаңыз оңынан болатынына. Ең бастысы көзден аман болыңыз. Допустим, у всех людей бывает какая-то задача, да, и у меня задача сделать какой-то проект именно вот для тебя. Сделать телепроект для тебя. Этот проект, он уже есть, и вот надо просто его осуществить. Вот, бұйырса енді, сен жолың ашық қой. Энергетика. Менің мотиваторым, мен каждый раз, мен өзім депрессияға тез түскіш адаммын да, бірақ сол кезде мен всегда Жанстың стористарын қараймын, Жанстың посттарын қараймын, Жанстқа хабарласам, ол қолы бос болмай жатса да, что там, Симба, не болды деп телефонды алып, былай деп айтады да, сосын уф дейсің. Оның бойындағы андай адам таңдамайтын қасиеті қатты ұнайды да, Жансеріктің. Барлық адаммен бірдей сөйлесе алады, сол адамның деңгейінде, сол адамнан тіпті өзінен үлкен адамға да ақыл айта алатын, қолдау білдіре алатын қасиеті қатты ұнайды. Потому что осы каналға кіріп келген кездегі оның атмосферасы мынау тұрған бүкіл кабинетті толтырып алып кетеді да. Және сенің роднойларың, и мен айттым ғой, менің кішкентай ауылымдағы үлкен апалардың өзі ана Жансерік деген бала қайда деп сұраған кезде андай гордость болып қалады, андай қопаңдап қалады, мен сол баламен жұмыс істедім ғой деген. Иә, солай сұрайды. Мен таксиге отырсам да солай сұрайды да. Ол бала қайда көрінбей кетті ғой деп. И ол өзінің бизнестермен кетті, ешқандай разногласий болған жоқ. Көп сұрайды, ұрысып қалды ма деп. Жоқ, ондай болған жоқ. Ол бәрін түсіндіріп, басшылықпен келісіп кетті деп. И сол кезде андай прям гордость болады. Мен қадырбай танимын деген сияқты. Батырды бәрекелді құртады дейді. Бірақ сонда да күшті андай бір өзіме тағы шабыт алып ше. Мотивация енді өз-өзіңе де, мен сондаймын ба не деп қаласың ғой. Сен мысалы энергетика бересің ғой. Добрая, позитивная энергетика богатства. Құдайым-ау, айттау. Бастамайтын вообще ештеңе демеймін. Мен жақсы адамдар деген вообще қандай көреді екен, жауыз көретін шығар, иә? По твоим словам. Я понимаю, что твои эти родные меня уже очень не любят, сен кеткен күні. Они просто одолели мой дайрект. Неге сіз Жансты қуып жібердіңіз деп. Осы кісі қуып жіберген.
душевный естеліктерді, ыстық сол бір моменттерді салып қойып, үйде жатырмыз демалып. Алдағы уақытта поездкалар көп, ұйқын қандырып отырмыз. Бір ұйықтап, бір тұрып, күн қайырлы болсын. Қалайсыңдар, роднойлар? Ал мына жақта бізде сондай бір уютный керемет вайп болып отыр. Үйде тамақ ішпегелі біраз болды. Бека досымның керемет туындысы. Түф, паста. Қолың дерт көрмесін, өтірік милашка болып қалмашы, Суши, қайсысы суши? Бургер. Қандай бургер? Родной бургер ма? Картошка фри. Родной бургерден біреу салып жібер ма пакетке, сосын картошка фриден. Детский бургер демекші, бізде бұйыртса жақын арада детский меню пайда болады. Балаларға прям әдемі кетеді. Ішінде ойыншығы бар, кәдімгідей соғы бар. Сонымен қатар кеше наггетс пен хот-догтың несі болды, дегустация. Вообще кайф болды. Бұйыртса күтіңдер. Қайырлы күн туыстар, қалайсыздар? Біз жаңа Шымкенттен Алматыға жолға шықтық, асығып, өйткені кешке Мирастың клип шығады. Екінші клип шығады, бұйыртса сол үшін салу керек болып тұр, интернет ұстамайды. Одан кейін Шымкентте карантин болып отыр. Сол үшін жаңа красный зона, ешқандай ресторандар жұмыс жасамайды. И осындай атмосферада, Шымкенттің осындай әдемі тауларымен тамақ шортқан жайымыз бар. Жол болсын, бізге енді үлгеру керек. Сағат 8-де клип шығады. 8-де. Қолдау күтеміз сіздерден. Мирастың мен емес пе? Біздің екінші жұмысымыз клиптің атмосферасы өзгеше болады, так что поддержка күтеміз. Бүгін Алматыда белгілі бір себептерге байланысты жаңа сет ұстамайды деп жатыр да. Соны ойланып отырмыз, клипті бүгін салсақ па, одан кейін жаңа YouTube-тың барлығы сол туралы болып кетеді да. Сол қалай болады екен деп қиын болып жатыр. Істейміз. Таразға аман есен жеттік. Жай, да, айналайын. Жай. Камера. Қарай. Алматыға тоқтамаймыз Таразға. Біз клиптің мәселесін әлі ойланып жатырмыз. 80% уайымдап, ертең сал аспай деп жатыр енді. Просмотр көп болсын, сет ұстамаса қалай көреміз деп жатыр. Рахмет, уайымдап жатқандарыңызға. Қалғандары поддержка береміз. Ол жағынан уайымдамай дейді. Енді көреміз енді. Сет жақсы ұстаса. Мен үшін жалғыз болғаным артық. Билігі, темір билігі.